Kerkter әрине сұлулық пен рахымның көрінісі. Бұл әсемтішілік иелері Африканың ашық жердерінде тұрады. Ашық саванналар мен орманды жерлерді жақсы көреді. Олар сөзсіз жердегі ең биік құрлық жануарларына атағына лайық. Сіз керіктердің ұзын мойын бар екенін білетін шығарсыз. Бұл олардың әсерлі биіктікке жетуіне мүмкіндік береді. 5,5 метрге дейін. Олардың аяқтары да өз өлшемдерімен таң қалдырады. Әрқайсының ұзындығы 2,5 метрге дейін жетуі мүмкін. Бірақ бір қызығы, олардың мойны біз сияқты жеті мойын ортасынан тұрады. Керіктер жер бетінде эволюцион дәуірінде шамамен 20 миллион жыл бұрын пайда болған. Олар бүгінгі біз білетіндей болу үшін ұзақ эволюциялық жолдан өтті. Енді ең қызығы, керіктер терінің ерекше түсіне ие. Олардың әрқайсысында ерекше өрнектер мен дақтар бар. Бұл оларды керемет ерекшелендіреді. Айтпақшы, керіктің жасы мен жынысын дәл осы ерекше түспен анықтауға болады. Сіздің ойыңызша керіктердің мойны неге сонша ұзын? Жауабы қарапайым, олар оны ағаштардың басындағы жапырақтарға жету үшін пайдаланады. Бұл әсіресе құрғақшылық кезінде төмен өсетін өсімдіктер оңай қол жетімді болмаған кезде маңызды болады. Олардың 1,5 метрге жететін ұзындығы ағаштардың басынан шырыны жапырақтарды оңай жұлып алуға мүмкіндік береді. Бір қызықты факт, керіктердің есту және есту қабілеті де керемет дамыған. Осы сезімдердің арқасында олар бір-біріне қауіп төніп тұрғанын ескертіп, суда алыс қашықтықта таба алады. Керіктердің өлшемдері соншалықты үлкен болғанымен, олар керемет ептілік пен жылдамдықты көрсетеді. Олар сағатына 60 шақырымға дейін жылдамдата алады. Керемет емес.